Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиет сабағын бастаймыз. Дулат Бабатайұлының «О ақтан жас» толғауын әрі қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау. Балалар, әдебиет оқулықтарыңызбен дәптерлеріңізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазыңыздар. Өткен сабақты еске түсіру үшін, алған ақпараттарымызды қайталау үшін мына сұрақтарға жауап берейік. Дулат ақын өмір сүрген кезеңнің ерекшелігі неде? Ойланыңыздар. Дулат ақын өмір сүрген кезеңнің ерекшелігі Дулат Бабатайұлы 19 ғасырдың алғашқы жартысында өмір сүрген ақындардың бірі, көрнекті тұлғамыз. Бұл кезең Ресей патшалығының, яғни патша үкіметінің отарлық езгісінің күшейе бастаған кезеңмен тұспа-тұс келеді екен. Зар заман ақындары дегеніміз кімдер? Біз өткен сабақта зар заман ақындары туралы айтқан болатынбыз. Зар заман ақындары, яғни патшалық Ресейдің қамыты күшейе бастаған, езгісі күшейе бастаған кезеңде халықтың басындағы нәубетті, халықтың мұңын, зарын жырлаған ақындарды зар заман ақындары деп атайды екенбіз. Олардың көшін бастап тұрған Дулат Бабатайұлы екен. Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы, Мұрат Мөңкеұлы сияқты ақындарымызды зар заман ақындарының қатарына жатқызады екенбіз. Толғау дегеніміз не? Толғау өмір туралы, жақсылық, жамандық, адам бойындағы әртүрлі қасиеттерді тақырып етіп алатын, ақыл, өсиет, насихат түрінде айтылатын жанрдың түрі екен. Толғау негізінен жыраулар поэзиясының, оған қоса 19 ғасырдың бірінші жартысындағы зар заман ақындарының негізгі жанры болды. Толғау өлең түрінде жазылады екен. Келесі сұраққа назар аударайық. О ақтан жас толғауын жазудағы автордың ойы қандай? Бұны сіздер білесіздер. Ақтан сол замандағы жетім балалардың бірі. Ақтанның өмірі, болашағы ақынды сондай алаңдатады, жүрегін тебірентеді. Ақтанның халін қазіргі сол замандағы еліміздің халімен теңестіреді. Ақтан да сондай ер болып, батыр болып ер жетіп, халықтың бұрынғы өмірін қалпына келтіретін, мына патшалық Ресейдің езгісінен құтқаратын ер болғандығын ақын бар жүрегімен қалайды. Міне осы сеніммен Ақтанға өлең арнайды. Жетімдіктің белінен асып өтер мекенсің, ел шаңына ер алмай сол бойы кетер мекенсің, жазғы шыққан білдірген сұғынсаң тояр мекенсің, бадана көз тоғыз тор сауыт киер мекенсің, түтінін үзбей оқ атып жауға ұшырар мекенсің, немесе сапа сынар мекенсің, керсеніне бал құйып өмірде сүрер мекенсің деп Ақтанның болашағына көп үміт артады. Оның болашақта ер болғандығын, батыр болғандығын, ел қатарлы өмір сүргендігін, еліміздің бұрынғы жағдайын қайтадан қалпына келтіретін тұлға болғандығын ақын бар жүрегімен қалайды. Және ер жігіттің бойындағы басты мақсат, егер ол өзінің айтқанынан, дегеннен қайтпай
жігерлі болатын болса, барлық тосқауылдарды жеңіп шығатын азамат болатынына сенім білдіреді және осылай қорытындылайды екен. Бұл жердегі негізгі мақсат Ақтан атты жетім баланың халін сол кезеңдегі еліміздің халімен теңестіре отырып, Ақтанның болашақта ер болғандығын, яғни ер болғанда да халқымыздың жағдайын бұрынғы қалпына келтіре алатын ер болғандығын тілеп, бар сенімді, үмітті осы Ақтанға арнап жазады екен. Ендеше балалар, Ақтан жас толғауының автордың осы толғауды жазудағы мақсаты мінекей осындай болған екен. Ендеше балалар, біз өткен сабақтарда көркемдегіш құралдардың эпитет, теңеу, гипербола, литота, қайталау сияқты түрлерімен танысқан болатынбыз. Оны шығармадан тауып та үлгердік. Мінекей сондай шығарманың мәнін, ажарын келтіріп тұратын айшықтау тәсілдерінің бірі бұл риторикалық сұрақ деп аталады. Балалар, риторикалық сұрақтың ережесін жаттап алыңыздар. Риторикалық сұрақ ойды әсерлі жеткізу үшін жауабы онсыз да айқын нәрсені сұрақ түрінде айту. Яғни бұл ойымызды әсерлі, мәнді жеткізу үшін қолданылады екен. Мысалы, Ақтан жас толғауындағы ел шаңына ер алмай, сол бойы кетер мекенсің, жапанға біткен жапырақ, жамылсаң тоңар мекенсің. Неке, қарамен беріліп тұрған өлең жолдары риторикалық сұраққа жатады екен. Сол бойы кетер мекенсің, жамылсаң тоңар мекенсің. Ендеше балалар, біздің жаңа терминіміз риторикалық сұрақпен таныс болсақ, оның ережесін жаттап алыңыздар және оқу тапсырмаларына назар аударайық. Бірінші тапсырма: мына үзіндіні оқы. Ақынның болашаққа деген үміті қандай? Ақтанның бойынан қандай үміт күтеді? Оған қандай сенім артады? Осы ойыңызды 3-4 сөйлем көлемінде нақтылап жазыңыздар. Сен де жетер мекенсің, шаруа жиып кенеліп, бала сүйіп, мал жиып, өмір сүрер мекенсің. Жетімдіктен өтерсің, жетерсің, әлі жетерсің. Бұл тапсырманың дескрипторы автор көзқарасын анықтай алады, ойын жүйелі жазады, 3-4 сөйлем көлемінде тиянақтай алады. Ендеше екінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырмадағы үзіндіден, яғни мына күлгін түстес жәшікте орналасқан үзіндіден риторикалық сұрақтарды теріп жазыңыздар. Риторикалық сұрақтың не екендігін, оның мән мазмұнын мен сіздерге түсіндірген болатынмын. Ендеше балалар, тапсырма орындауға сіздерге